Сәлемен YouTube көрермендерім, сіздермен бұл мен Шапағат. Мен бүгін сіздерге арнап өте пайдалы видео түсірейін деп отырмын. Видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді видеоның тақырыбына келетін болсақ, бала не себепті жылайды? Бұл енді жас аналарға өте актуальды тақырып деп ойлаймын. Потому что мен өзімде жас ана болған кезімде бұл тақырып маған керек болған. Осылай маған ақыл айтатын адам табылмады деп айтсам болады. Себебі балам жылап жатады да. Балам жылап жатады. Мен оған көмектесейін десем, қалай көмектесерімді білмеймін. Не себепті жылап жатқанын білмеймін. Оның тілі жоқ, айта салатын, иә. Сол кезде енді осындай жағдайлар болған менде. Сол үшін мен жас аналарға көмектесу мақсатында осы видеоны түсіріп отырмын. Ал енді жылау себептеріне келсек, балада ең бірінші ол 90% балдарда кездесетін ол іш кебу. Кейбір жағдайларда іш қату да болып жатады, кейбір жаңа туылған балдарда іш кебу, колика болып жатады. Оның себебі осы баланың өмірге бейімделуі, ол в норме, ол норма жағдайында болады. Яғни 3-4 айына дейін болады баланың. Ода ең алдымен массаж жасаймыз. Менің ютубымда қалай массаж жасау керектігінің видеосы бар. Көріп жасасаңыздар болады. Және де укропный вода, баботик сияқты дәрілер береміз. Менде енді жақсы әсер еткен ол укропный вода болды. Мен биогая тағы да бір қымбаттар алып көрдім, бірақ олар әсер еткен жоқ. Осы укропный вода жақсы әсер етті. Және де ол 1350 теңгеге алдым. Су араластырып береді екен. Оның нұсқаулығында жазылған, аптекадан алып берсеңіздер болады, беріп көріңіздер. Бірақ енді әр баланың организмі әртүрлі. Әр балаға әртүрлі дәрі жағады. Енді балапандарыңызға беріп көресіздер. Екінші, ол балада жауырын жабысып қалуы мүмкін. Көп балдарда бесікке, азаннан кешке дейін бесікке сап қойғаннан, немесе басқа да жағдайларда құндақтап тастайды ғой балдарды былайша, содан жауырын жабысып қалады. Ол жауырын жабысқаннан да бала жылайды, шалқақтап жылайды бала ол кезде. Менде болған, өзімде жауырын жабысқан балам, мен оны білмеймін. Солай балам не үшін жылап жатқанын білмей, балама көмектесе алмай, сондай бір жағдай болған. Оны массажбен, тек қана массажбен жауырынды ашамыз. Осы кезде бір айтарым, бір емшілер бар ғой, бір күнде ашып жіберетінші, олай жасауға болмайды, вообще болмайды. Себебі бала шок алып қалуы мүмкін, иығы шығып кетуі мүмкін, вообще болмайды. Олай жасамаңыздаршы балаға, обал иығы шығып кетіп жатқан жағдайда бала шок алып қалуы мүмкін, болмайды. Сол үшін жасамаңыздар, жауырын ашудың массажы менде енді болады, енді саламын. Оны жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар. 10 күн бойы массаж жасаймыз. Балаға жай-жаймен 10 күнде ашылады. Жай-жаймен массаж жасаймыз. Және де балдарда мына жер мойны жабысып қалады. Мойны да жабысып қалады. Қиылып кетеді даже мойны кейбір балдардың. Тоже массажбен емдейміз. Және де кейбір балдардың буындары болады ғой, қолдары қиылып кетеді да, даже көп салмағы көптеу балдар болады ғой, сол балдарда мынандай жерлері қиылып кетеді. Табанында, тоже аяқтарында да осындай табандары, буындары қиылып кетуі мүмкін. Содан да мазасызданып бала жылайды. Балада черепное давление болса, тоже жылайды, мазасызданып, шалқақтап, былай басын өз қолынан өзі шошып жылайды. Оны невропатолог мамандар көреді, педиатр деген сияқты. Солардың назначениесіне қарай емдейміз ол балдарды. Және де балдар құлағы суықтаса жылайды. Ол құлағы баланың терлеп тұрып, сразу киімін киімін тез ауыстырып қоймасақ деген сияқты, терлеп тұрып, салқын жерге шығып қалса, салқын ауа, салқын бір жел келіп қалса, есігі ашылып қалса, сразу баланың құлағына тиеді, бірінші суық. Сол баланың құлағы суықтап қалса да жылайды. Мен менде болған ғой ол кез.
Оны қалай білеміз баланың құлағы суықтап қалғанын? Ол бала тыныш жыламай жатқан кезінде баланың құлағын былай ұстап көреміз. Сырғалықтарын былай ұстап көреміз құлағын. Бала жыламаса, құлағы жақсы, суықтамаған. Ал егер бала суықтаған болса, бала сол кезде шыр етіп жылайды прям. Содан білеміз баланың суықтап қалғанын. Оны сразу педиатрға апарып емдейміз баланың құлағын. Және де бала тоңса да, ыстықтаса да жылайды. Оны градусникпен баланы ұстап көріп отырамыз. Баланың температурасын қарап, комнатный температураға тоже градусникпен көріп отырамыз. Қатты ыстықтап кетсе де бала жылайды. Баланы негізі кейбір үлкен әжелеріміз, көбіне ыстық комнатаға қамай береді, андай суықтап қалмасын деп ше. Негізі баланы салқынға үйреткен дұрыс. Салқынға үйренген бала ол көп ауырмайды. Салқынға енді соған иммунитеті қалыптасады да, былайша айтқанда. Ертең егер ыстық нәрсеге үйрете берсеңіздер, ертең бір жерге алып шықсаңыз, арқасы терлеп қалса, сразу баланың ауырып қалуы мүмкін да. Сол үшін салқынға үйреткендеріңіз жақсы балапандарды. Енді сразу мұндай комнатаға апарып қоймаңыздар, мен айтты деп. Жай-жаймен үйретесіздер ғой. Және де бала қарны ашса да жылайды. Өзімнің басымнан өткен жағдайлар есіме түсіп жатыр. Даже мен ең алғаш ана болған кезінде өзімнің көкірегімде сүт бар ма жоқ па, соны да білмеймін ғой. Даже енді қайдан білемін, енді білмеймін да. Енеме барып айтып жүрем ғой, мынада сүт бар ма жоқ па деп көрсетіп. Сондай жағдай болған. Егер де сіздердің бастарыңызда да осындай жағдай өтіп жатса, дұрыс еміздіру процесін қараңыздар. ютубтан жазсаңыздар шығады. Солай көкіректің несі бар ғой, емізікшелері өзімді көрсетіп тұрмын ғой. Емізікшелерін баланың аузына толық бересіз, сосогыншы. Қазақша емізікше деп айтылатын шығар. Сол сосогын толық беріп, балаға сосогын толық бермегеннен ауада жұтып қояды бала. Сол үшін іші де кеуіп жатады. Сол үшін баланың көкіректің сосогын баланың аузына толықтай салып, солай еміздіресіздер. Ал егер сіздерде сүт аз болып жатса, сүтпен мәселе болып жатса, мен қазір келесі видеомда салатын боламын. Сүтті көбейту жолдарын, соны жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыз, соны көріңіз. Және де болмай жатқанда смес бересіздер ғой балапанға. Қарны ашып қалмау керек та, қарны ашып. Бірақ негізі сүт деген ол көп еме берген сайын сүт бөліне береді да. Балаға мейірлену керек деген сияқты ғой. Келесі видеода толық айтатын боламын, бұл үлкен бір тақырыпта. Және де бала тіс жарып шығып жатқан кезде де мазасызданып тұрып жылайды. Іш өтуі мүмкін ол кездерде, температура беру мүмкін кейбір балдарда ешқандай реакция болмай шыға береді. Енді ол сәл жарып шықпаған, бірақ жарып шығу процесінде қаттырақ жылауы мүмкін. Ол енді 5-6 айында шығады ғой. Кейбір балдарда кальций көп болса, ертеректен де шыға береді. Тым көп болса да, ерте шығады, бір 3-4 айында. Ол кезде қиындау болуы мүмкін, тіс жарып шығу процесі балаға қиын болуы мүмкін. Ондай кездерде мұздай резинкалар болады ғой, баланың аузына беретін. Соны холодильникке қойып, мұздатып, аузына басады. Қышығанды басады, ісігін басады, ісіп тұрады ғой, жерлердің бәрі. Бала осындай себептерден жылауы мүмкін. Менің YouTube каналымды қолдау мақсатында тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше келесі видеода жолыққанша.